Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан, кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен тармақталған алгоритмдерді программалау. Яғни 7-ші сыныптағы тармақталған оператормен танысатын боламыз. Ол бізде if операторы. 6-ші сыныпта біз сіздермен сызықтық алгоритммен танысқан болатынбыз. 7-ші сыныпта біз сіздермен тармақталған алгоритммен танысатын боламыз. Ал 8-ші класста циклдік алгоритм, 9-ші класста тізімдер немесе қарапайым тілмен массивтермен танысатын боламыз. Қазір бізде тармақталған алгоритмді программалау. Жалпы программалау тіліндегі ең өзекті тақырыптардың бірі ол шартты оператор, яғни программа белгілі бір шартқа сүйену арқылы өзінің әрекеттерін өзгерте алады, немесе белгілі бір шарттарды орындай алады. Шарт ол белгілі бір жағдайға байланысты орындалады. Біздің жағдайда ол сандармен, әріптермен немесе логикалармен болуы мүмкін. Енді шарт операторды түсінудің өте қарапайым бір жолы бар. Ол үшін біз сіздермен негізгі операторларды біліп алуымыз керек. Негізгі операторлар бізде тең операторы, тең емес операторы, үлкен оператор, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген операторлармен орындалады. Айтайын дегеніміз, кез келген жағдайда if операторын пайдаланатын болсақ, осы аталған операторлардың көмегімен пайдаланамыз. Ешқандай if операторы жоқ, который тең, тең емес, үлкен, үлкен немесе тең, кіші, кіші немесе тең операторын пайдаланбайтын. Егер сіздер осы операторды жақсы меңгерген болсаңыздар, онда алдағы уақытта кез келген есепті немесе біздің жағдайда программаны құруда қателеспейтін боласыздар. Неге біз есепті деп айтамыз? Себебі мектеп бағдарламасында біз программа құрғанда көп жағдайда шағын есептерге негізделеміз. Енді осы программаны if-ті қалай пайдаланған дұрыс? Кез келген жағдайда біз бірінші есептің берілген оқыған кезде математикалық шешімін тауып аламыз. Математикалық шешім жолын білетін болатын болсақ, ары қарап біз программа жазу қиынға соқпайды. Жалпы if-тің жазылудың бірнеше жолдары бар. Ең қарапайым оператор ол просто шарт if операторы. Яғни мына жерде шарт орындалады, белгілі бір, бірақ біз білеміз шарт тең, тең емес, немесе кіші немесе теңмен орындалуы мүмкін. Шарт ақиқат болған жағдайда оператор орындалады. Сөйтеді, программа денеден шығып кетеді. Егер ештеңе орындалмаса, программа сол жерден аяқталады. Әр уақытта шарт тексерілген кезде міндетті түрде қос нүкте қойылады. Жазылу реттілігі мынандай. If шарт тексеріледі, қос нүкте қойылады, enter басқаннан кейін программа соның астында орындалады. Яғни бұл жердегі бірінші командалар блогы дегеніміз ол шарттың ішінде орындалатын оператор. Бұл бірінші командалар блогы дегеніміз тек қана шарт ақиқат болған кезде ғана орындалады. Екінші шарт тексеру операторының толық жазылу түрі ол жерде else кілттік сөз бар. Else деген ол айтпеген жағдайда, яғни if орындалмаған жағдайда. Біздің жағдайда мінекей бірінші шарт тексеріледі, шарт ақиқат болатын болса, бірінші командар ол блог орындалады. Бұл жерде өте көп команда болуы мүмкін. Else ондай болмаған жағдайда екінші оператор орындалады. Бірінші шарт пен екінші шарттың айырмашылығы, бірінші шартта қате болған жағдайда ештеңе орындалмайды, ал екінші жағдайда қате болған жағдайда else операторы орындалады. Мінекей программа болған кезде программа сол жақта не бар соны орындайды, программа аяқталып кетеді. Егер изначально ол ең басында қате болатын болса, онда жоқ оператор орындалады, соның ішінде не бар, сол орындалып программа аяқталады. Үшінші жол бар, ол бізде elif деп айтылады, онымен алдағы уақытта танысатын боламыз. Ең алғашқы тапсырма берілген екен, a және b бүтін сандары берілген. Бірінші осы бүтін сандарды енгізіп алайық. Python file new file. Жақсы, a және b бүтін сандар қалай берілген? Астасына берілген, яғни через input арқылы енгіземіз. A тең int input. И b бүтін саны берілген. Ctrl-C, Ctrl-V. Мынау бізде b. Енді оқимыз. Егер a саны жұп болса, егер деді, егер деген if a саны жұп, санның жұп және тақтылыққа тексеру ол өте оңай. Біз білеміз 5 саны ол тақ, 6 саны ол жұп. Қаяқтан білеміз? Математикадан білеміз. Біз білеміз, что екіге бөлінетін сандар олар жұп сандар. Дәл осыны біз енді математикадағын Pythonға түсіндіруіміз керек. Қалай түсіндіреміз? 5-ті 2-ге бөлгенде
қалдығы қанша болады? 1 қалдық қалады, себебі 2 4 бүтіні кетіп қалады, қалдығы қалады, сонда біздің жағдайда 1-ге тең болады. Ал 6-ны 2-ге бөлгендегі қалдық қанша? Ол 0-ге тең, өйткені 3 бүтіні кетіп қалды, қалдығы ештеңе қалмады. Демек, біз математикаға түсіндіреміз, что кез келген санның тақ немесе жұп екенін анықтау үшін оны 2-ге бөлгендегі қалдығын алуымыз керек екен. Демек, бізге айтады, а саны жұп болса. Демек, if a процент 2 тең 0-ге деп айтамыз. Если a процент 2 тең 0, яғни жұп болатын болса, мінекей қосымша қойымды энтерді басын программасына түсірді. Не дейді? Онда 10-ны квадраттап, яғни a-ны квадратта дейді. Print. Есептің варианттары өте көп. A жұлдызша 2. Квадраттадық. Квадраттап b санына қос дейді. A квадрат плюс b. Жақша? Жақша. Ал сан тақ болса, иначе, әйтпесе, else, print, сан тақ болса, онда санның өзін b санына қос дейді. A қосылған b. Енді есептің нәтижелеріне қарайық. Біздің жағдайда былай деп берген екен. A-ға 6 берген. 6 деген ол бізде жұп. Жұп болатын болса 6-6-ны көбейтеміз, 36, оған 5-ті қосатын болса 41. Екінші тексеру жағдайында A-ға 7 берілген. Ол бізде тақ болатын болса екеуін қоса саламыз. Біз қазір береміз, 6 мен 5-ті беріп тексеріп көреміз. Run модуль, окей. 6, 5, 41, 40. Біздің жағдайда 41 болу керек еді. 6 мен 5 екен. Run модуль, 6, 5, мінекей 41. Енді 7 мен 5-ті береміз. 7 изначально тақ болады, сол кезде else орындалады. Біздің қазіргі жағдайда 6 мен 5-ті берген кезде if орындалды да, else орындалған жоқ. Ал қазір мен 7 мен 5-ті беретін болсам, if орындалмайды. If орындалмайтын болса, әлбетте else операторы орындалып, екеуі қосылады. F5 тексереміз, A-ға 7-ні, B-ға 5-ті береміз. Просто екеуін қоса салады, нәтижесінде 12 шығады. Мінекей оның программасы берілген екен. Біз енді осыны else операторын қосып шығардық. Бізге айтпаған else-ні пайдаланба деп. Екінші, A нақты саны берілген. Демек, A саны берілген дейді. Пока осылай қалдырамыз, ары қарап оқимыз. A саны оң сан болса, квадратын, теріс сан болса кубын. Біз білеміз, оң сан дегендер, олар 1, 2, 3, 4, 5, теріс санда -1, -2, яғни біз математикадан білеміз. Ал программа оны қалай түсіну керек? 0-ден үлкен сандар, олар плюс сандар. 0-ден кіші сандар, олар минус сандар. Демек, егер A үлкен болатын болса 0-ден, демек бұлар оң сандар. A саны оң болса квадратын дейді. Print, A көбейту 2. Теріс сан болса кубын есепте дейді. Иначе, теріс болатын болса, print A көбейту 3. Кубын есепте дейді. Нәтижесінде 8 болатын болса 8-дік 64, минус 5-тің кубы 125. Тексереміз, 8-де береміз. Run модуль, окей. 8-дің квадраты 64. Тексереміз, минус 5-де береміз. Run модуль, минус 5, минус 125. Әрине, else мен шығармаса да болады, else мен шығарса да болады. Біздің жағдайда оның решениесі бар. Олар else операторын пайдаланып шығарған екен. Мінекей шарт келеді. Егер A 0-ден үлкен болатын болса, яғни біздің жағдайда ол 8 болатын болса, мына орындалады. Минус 5 болатын болса, оң жағы орындалады. 8 болса, сол жағы орындалады. Бәрібір нәтижесінде K экранға көрінеді екен. Енді мынау талдау үшін берілген. Бұл есепті талдау өте оңай, былай талдап көрейік. 3 сан берілген, мысалға 5, 4, 9 деп алайық. Программа изначально 5-ті өзінше үлкен деп алады. Сөйтетті былай деп айтады. 5 менің жағдайымда максимум. Мін тұр. Енді максимум 5 4-тен кіші болатын болса, максимум 5, яғни 5 4-тен кіші болатын болса, максимумы b болады дейді. Біздің жағдайда 5 4-тен кіші емес, сол үшін максимум өз орында тұрады. Шын мәнінде 5 4-тен кіші емес, яғни мына шарт
орындалып жатқан жоқ. Екінші, макс кіші болатын болса с-дан, яғни 5 кіші болатын болса 9-дан, онда макс с болып кетеді, экранға макс шығады. Осы кезде экранға 9 шығады. Сонда программаны изначально аны үлкен деп алды. Бұл жерде разница жоқ, кез келген бір үлкен деп алып, оң жағындағы, сол жағындамен кез келгенмен салыстырып көре берсе болады екен. Яғни осылай талдау керек болған. Енді тапсырманы орындайық. К саны берілген. Жақсы, бірінші к санын жазып алайық. Ары қарап шартын бірге талдаймыз. К саны берілген екен. Осы санның жұп немесе тақ екенін анықта. Егер сан тақ болса, бір тақпен жұпты жаңа 2-ке бөлген деген айттық. Если к процент 2 тең-тең тақ болатын болса, 1-ге тең болатын болса, экранға 0-ді шығарамыз. Иначе, ол хочет не хочет жұп болады. Иначе принтқа 1-ді шығарамыз. Тексереміз. 17-ні 2-ке бөлгендегі қалдығы бізде 1 болады. Сол үшін 1 шығады. Мен наоборот жазып қойдым ойдым. Тең болатын болса 1-ге мынадан 1 шығу керек, мынадан 0 шығу керек. Все, енді дұрыс. 62-ні берем, ол бізде жұп. Мінеке 62, енді қайтадан 17-ні береміз. 17, мінеке тақ болды. Ең оңай есеп. Екінші, велосипедші Бурабай трассасында В метр секунд жылдамдықпен қозғалса, S метр жолды Т секундта жүріп өте алады ма? Анықта, егер жүріп өтсе, әйтпесе жоқ дегенді шығар дейді. Біздің жағдайда В деген ол жылдамдық, S деген жол, Т деген уақыт. Біз енді жылдамдықтың формуласын анықтап алайық. В тең S көбейтілген Т болу керек. Давайте бетейік. Жылдамдықтың формуласы. Жылдамдық формуласы. Так. В тең, вот міне. В тең S бөлінген Т дейді. Болды, анықталды. В тең S бөлінген Т. Бізге айтады, Т секундта жүріп өте алама. Т дегеніміз, осыдан Т табамыз. Т тең В бөлінген S-ға. Демек, менде В да бар, С да бар, Т да бар. Просто осы әрекетті орындай салсам жеткілікті. Қазір біз енді программасын жазып көрейік, сол кезде толығырақ түсінетін боламыз. Әрине, бізде рет-ретмен жазылады екен. В, S, Т, В, S, Т, тең map, int, өлтір, input, нүкте, split. Окей. Енді біз шартын айтамыз. Біздің жағдайда V деген жылдамдық деген 5, V жылдамдықпен, S жол 100. Так. V тең S бөлінген Т болатын болса, Т тең V көбейтілген S емес па? S бөлінген Т. Т тең S бөлінген V. Т тең S бөлінген V болады ма жерде? S бөлінген V. Окей. Сонда біздің жағдайда Т дегеніміз бізде 15-ке тең. 15 тең. S бөлінген V. S деген менде 100 бөлінген 5. 100-ді 5-ке бөлсек 20-ға тең. 15 20-ға тең емес. Енді осы жерде бізде жоқ деген шығады екен. Енді келесі бізде Т деген VS 90 800 бөлінген 10. Ол тең болады 80-ге. Яғни 90-80-ге теңіміз, бірақ үлкен. Значит, шартта шығу үшін Т үлкен болу керек S-ті V-ға бөлгеннен. Сонда бұлай жазамыз. Т үлкен болу керек, мұны формуласы тұр. Если Т
үлкен болатын болса s бөлінген v-дан, онда принтқа иә деген шығады, иначе принтқа жоқ деген шығады. Сонда s пен v-ны бөлгенде бізге көп уақыт берсе, сол уақытта главный келсе болды, ол ар жағы бізге маңызды емес. Тексереміз 5, 10, 100 деп жазамыз. 5, 115, то есть бұл уақытта келіп үлгермейді никак. Келесі F5, 10, 890, бұл уақытта келе алады екен. Вот міне және жоқ операторлары орындалды. Значит, дұрыс формуламыз біздің S бөлінген V-ға тең. Ары қарап жалғастырамыз. Үш жұлдызшалы. Қыста күн жылы болса, мұз үстінде хоккей ойнай алмайсың. Неге? Өйткені күн жылы болса, мұз еріп кетеді. 7-ші сынып оқушылары бүгін сабақтан кейін хоккей ойнауды жоспарлап отыр. Мұғалім оқушыларға соңғы 3 күнгі тіркелген ауа температурасын төмен, ауа температурасы Т температурадан, Т деген бүгінгі температурадан төмен болған жағдайда ғана хоккей ойнауға болатынын ескертті. Осы жерге жеке тоқталайық. Демек, бүгінгі күнгі температураны білмейді олар. Алдағы 3 күнгі температура қандай болды, соған байланысты бүгінгі күнгі примерно температураны анықтайды. Сонда бүгінгі күнгі температура аталған 3 күнгі температураның средний значениесінен суық болатын болса, онда олар ойнай алады. Яғни суық болған сайын мұз ерімейді ғой. Сол үшін осы аталған 3 күнді берген А, Б, С 3 күн температура бүгінгі температурамен 3 күнгі температура бүгінгі температурадан кіші болу керек. Сол кезде ғана олар ойнай алады, бізге соны айтқысы келіп тұр. Демек, тексереміз, бізде А, Б, С және Т бар екен. А, Б, С және Т бар. И біз үшеуін қосып, үшке бөлгендегі соңғы 3 күндегі температурасының мәндері керек. Бетеміз. S 3 дей салайын, ол А-ға қосамын B-ны, қосамын C-ны, сөйтемді оны бөлемін 3-ке. Пока осын бір тексеріп көре салайын. Print 3 F5, окей. -8 болған бірінші күні, алдың күні, оның алдың күні -10, одан кейін -6 болған, бүгінгі -5. -8 дейді. Значит, -8 болған жағдайда олар ойнай алады дейді. Неге ойнай алады? -8 деген ол суық қоя, суық. Яғни -8 деген -5-ке қарағанда суық болу керек. Дұрыс, бұл уақытта ойнай алады. Сонда былай дейміз. Егер 3 кіші болатын болса Т-дан, онда принтқа иә дейміз. Әйтпесе принтқа жоқ деп көреміз. Енді мынаны пока комментарийға алып көрейік. 1, 2, 3, 1, 2, 3 сөйтемізді. Үшінші -3, -6, -4 болғандағы операторды көрейік қанша болады екен. Экранға шығарамыз 3-ті. F5, окей. -3, -6, -4, -5. -4 градус. -4 градус деген уже күн жылы деген сөз. 4 градуста олар уже ойнай алмайды, себебі мұз сынып кетуі мүмкін. Дұрыс, біздің жоба дұрыс. Программаны орындаймыз. Біріншін тексереміз. -8, -10, -6, -5. Бұл күні олар ойнай алады, себебі күн суық болады. Суық болса мұз ерімейді деп айттық жаңа. -3 уже күн жылы болған. -6, -4, -5. Бұл күні олар ойнай алмайды екен. Үй тапсырмасында өрнектерге иә немесе жоқ деп жазу керексе, кестеде берілген x мега айнымалының мәндеріне қарап, өрнектің ақиқат немесе жалған екен. Мынау false, өйткені екеуі тең емес. 0 мен 0 тең емес дейді. Тең, бұл да false болады. 590, 590 x үлкен дейді, бұл да false, бұл екеуі тең. 243, 243 x кіші y-тан f false.
740 740 үлкен немесе тең болса олар тіреу болады. 29-дан 30 үлкен бұл тіреу болады. Осымен бүгінгі алғашқы қарапайым сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз сіздермен if-ті және else-мен таныстық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.